Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Аружан. Бүгінгі видеода картофельный вафли дайындайтын боламыз. Барлығы үй жағдайында дайындалады, ендеше менімен бірге жасаңыздар. Алдымен картофельдерімізді суықта пісіріп аламыз. Піскеннен соң суын төгіп тастап, езетімен езіп аламыз. Картофельдерімізді езіп болғаннан соң міндетті түрде ыссы сүт қосамыз. Барлығын жақсылап қайтадан езіп шығамыз. Дәміне қарай тұз және қант саламыз. Жұмыртқамызды қосып, бірден венчикпен тезірек араластырып аламыз. Ұнымыздың барлығын бірден қосып жібереміз, жақсылап араластырамыз. Ең соңынан сұйық майымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Вафли пісіретін формамызды майламай, бірден тестамызды 2 ас қасықтан салып, тегістеп шығамыз және 5-6 минуттай пісіріп аламыз. Вафлилеріміз піскеннен соң бірден решеткеге қойып суытамыз. Сол уақытта олар өз формаларын жақсы ұстайды, әрі қытырлақ болып шығады. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, және менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Аружан. Алда әлі талай видеолар болады. Келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар.